18.000 ғаламтор. Титаник кемесінің қайғылы тағдыры бәрімізге белгілі. Жүк және адам тасымалдайтын британдық үлкен лайнер Америкаға бара жатқан жолында айсбергпен соғысып суға батып кеткен. Бірақ арадан 100 жылдан астам уақыт өтсе де, Титаниктің тарихы түрлі жұмбақтарға және мистикалы оқиғаларға толы. Титаник туралы білетіндеріміздің бәрі шындық па? Әлде бұл оқиға біз ойлағаннан да басқаша болуы мүмкін бе? Титаник аңыздары. Титаник лайнері 1912 жылдың 15 сәуіріне қараған түнде солтүстік Атлантикада айсбергпен соқтығысып апатқа ұшырады. Бұл қайғылы оқиғада шамамен 2208-2225 жолаушылардан 1495-1640 адам қаза тапты. Олардың ішінен тек 712 адам ғана құтқарылды. 1997 жылы Америкада режиссер Джеймс Кэмерон баршамызға әйгілі Титаник фильмін түсірді. Фильмнің сюжеті Титаник лайнерінің суға бату барысында тірі қалған Роза Келверт есімді жолаушының айтып берген оқиғасынан алынған. 1898 жылы, яғни Титаник апатынан 14 жыл бұрын, америкалық фантаст жазушы Морган Робертсон «Бекершілік» атты романын жазып шығарады. Бұл романда Морган Титан атты кеменің апатқа ұшырап, суға батып кеткені туралы айтады. Романның шынайы оқиғадағы Титаникпен атауы ұқсастығымен қоса, ондағы оқиғада дәлме-дәл сәйкес келеді. Кітапта да үлкен пароход суда жүзіп келе жатып, айсбергпен соқтығысып суға кетеді. Бұл роман жарық көргенімен халық арасында көп тарамады. Соның салдарынан баспа шығарылым шығындарында ақтамады. Алайда 1912 жылы Титаник апатынан соң бұл кітап қайта басылып шығарылды. Бұл жолы романның атауы «Бекершілік» және «Титанның қирауы» деп өзгертілді. Ал кітаптың авторы Морган Робертсон көріпкел қасиеті бар адамға айнала жаздады. Шынымен де бұл жазушы алдын ала Титаниктің апаты туралы білді ме? Әлде бұл жай ғана кездейсоқтық жағдай ма? Түсініксіз дауыстар. Түрлі аңыздар бойынша Титаник кемесін соғу барысында бір жұмысшыны ұмытып байқамай қабырғаға қалап жіберген. Кеме құрылысшыларының айтуынша, олар кеме қабырғаларының артынан бәсеңдетілген бір түрлі айқай дыбыстарын жиі естіп жүрген. Анығырақ біреу көмекке шақырып жатқандай түйілген. Кейбір адамдардың ойынша бұл дыбыстар әлі орын алмаған болашақтағы оқиғалардан келген белгілер. Кеме суға батып бара жатқанда мыңдаған адамдардың көмекке шақырып айқайлаған дауыстары деседі. Титаник жолаушыларының тізімінде бірінші болып мемлекеттің ең бай адамдары өздерімен бірге құны $1 миллиард жуық көптеген бағалы бұйымдарды алып кеткен. Ал ең қызығы, британдық тарихшы Лорд Кентервиль кеме бортында ағаштан жасалған жәшікте Мысыр елінің көріпкел әйелі мумиясын тасымалдаған. Мумияның басында көне Мысыр мифологиясының Осирис атты өмір қайтару құдайының бейнесі бар тұмар болған. Мумияның тұмарындағы жазуда «Ұйқыдан оянда, жолыңды кескендерді бір сұсыңмен жең» деп айтылған. Кеменің апатына дәл осы мумия себеп болған деген ой пікірлер де бар. Тағы бір аңыздар бойынша лайнер бортында өте сирек кездесетін көк түсті Хоуп атты гауһар тас болған. Бұл атау осы гауһар тастың егесі ақсүйектер қатарына жататын Генри Филипп Хоуп есімді кісінің құрметіне аталған. Бұл гауһарға Филипп Хоуп 1839 жылы ие болды. Бірақ асыл заттың әдемілігі мен қымбаттығына қоса, оның тарихы қарғыс пен мистикаға толы. Гауһардың барлық иелері жұмбақты және түсініксіз жағдайда қайтыс болған. Және осы бағалы бұйымның кемеде болғаны оның апатқа ұшырауына түрткі болған деседі. Егер мұның бәрі сізге жай аңыз болып көрінсе, онда келесі болған оқиға шынайы өмірге жақынырақ және біртүрлі түсініксіз. Титаник рейсінің жолға шығуына аз қалғанда, аяқ асты жүздеген адамдар билеттерін қайта тапсырып, саяхаттан бас тартты. Олардың арасындағы ең әйгілі адам Титаниктің егесі Джон Пирпонт Морган. 1912 жылы 9 сәуірде Титаниктің сапарға шығуына бір тәулік қалғанда, Джон отбасымен бірге билеттерін қайтарды. Белгісіз сигналдар. Арадан қаншама жылдар өтсе де, әлі күнге дейін Титаниктің батып кеткен жерінен басқа кемелер өткенде, олар фантомдық елес сос сигналдарын байқайды. Титаникте кезінде батып кеткен жолаушылар көмекке шақырып жатқандай түйіледі.
Алғаш рет белгісіз радиосигналдар туралы 1924 жылы балық аулайтын траулер экипажы SOS сигналының бірнеше рет қайталанғанын тіркеген кезде айтылған. Болжамда апат орнына құтқару кемесі жіберілді, бірақ ешқандай апатқа ұшыраған кеме табылмады. Бұл жағдай 1930 жылы тағы да қайталанды. Кезінде Титаниктің жүзген бағытымен келе жатқан кеме капитаны белгісіз жұмбақ сигнал алғанын хабарлады. Бұл оқиға зерттеушілерді осы түсініксіз құбылыстардың 6 жыл сайын қайталанатыны туралы ойға итермеледі. 1936 жылы сигналды қайта ешкім байқамаса да, Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында әскерилер бұл феноменнің бар екендігін қайта дәлелдеді. 1942 жылы Атлант мұхитындағы кемелердің бірінің экипажы тағы да бір құпия дабыл сигналын тіркеп алды. Бұл құбылысқа деген қызығушылықтың шарықтау шегі 1966 жылға келді. Сол кезде Титаник апаты болған ауданда бірнеше кеме бір уақытта SOS деген жұмбақ сигналды қабылдады. Бұл оқиға ғылыми қоғамдастықтың, әсіресе физиктердің назарын аударды. Олар бұл құбылыстың табиғатын зерттей бастады. 6 жылда бір рет қайталанатын радиосигналдың кеңістік уақыт фантомы туралы нұсқа ең ықтимал болып шықты. Бұл теория кейінгі жылдары расталып, сигналдар 1972, 1978, 1984, 1990 және 1996 жылдары әсіресе көктем айларында жүйелі түрде анықталды. 1986 жыл Титаникке деген ерекше қызығушылықты тудырды. Бұл жылы Титаник кемесінің су астындағы қирандыларына жүргізілген терең су экспедициясы барысында батқан кеменің каюталарында белгісіз жыпылықтаған жарық пайда болғаны туралы мәліметтер тарады. Экспедиция басшысы Роберт Баллард бұл ақпаратты жоққа шығарғанымен, кейіннен экспедиция мүшелерінің бірі байқалған құбылыстардың шындыққа сай екенін растап берді. Соңғы рет тіркелген фантомды радиосигналды қабылдау 2020 жылы болды. Бұл феноменнің бүгінгі күнге дейін сақталып келе жатқанын растайды. Физиктер бұл аймақта белгілі бір уақыт аралықтарында оқиғаның қайталануына мүмкіндік беретін хроноаномалияның бар екенін болжайды. Бұл физик ғалымдардың осы құбылысқа деген түсініктемесі болды. Оған қоса бұл жағдайдың тағы да мистикалық нұсқасы да бар. Титаник апатқа ұшырап суға батқан кезде мыңдаған адамдар қайтыс болып, олардың жандары әлі күнге дейін тыныштық таппай сол жерде қалып қойған. Түсініксіз елес сигналдардың пайда болуы да осы себептерден болып жатыр деседі. Кемедегі сандар. Титаник тарихындағы ең қызықты аспектілерінің бірі оның сериялық нөмірі 390904. Кеменің корпусына жазылған бұл 6 таңбалы код лайнердің трагедиялық тағдырына қатысты көптеген теориялар мен аңыздардың туындауына себеп болды. Ең көп тараған мистикалық түсініктеме ол нөмірдің айнадағы бейнесімен байланысты. Сандарды қолмен жазып, кейін оларды айнада қарағанда no pop, папа жоқ деген әріптер анық көрінеді. Кейбір зерттеушілер бұл хабарламаны католик шіркеуіне қарсы көзқарасты болған кеме салушылар әдейі қалдырған деп есептейді. Ең қызығы, бұл кодты Ирландиядағы католиктер тапқан. Олар оны Рим папасына тікелей қорлық ретінде қабылдаған. Олардың ойынша діни басшылыққа мұндай дөрекі қарсылық жазасыз қалмайтын еді. Және кеменің тағдыры алғашқы сәттен ақ шешіліп қойған. Бірақ бұл сериялық номері кемедегі жалғыз жұмбақ код болмаған. Ол заманда кемелерге осындай түрлі борттық нөмірлер берілген. Алайда Титаниктің дәл осы борттық нөмері мистикалық және діни тұрғыда әйгілі болып, ел арасында ерекше тарады.
Кейбір зерттеушілер бұл жағдайды ретроспективті интерпретацияның классикалық үлгісі деп атайды. Яғни қайғылы оқиғадан кейін адамдар бұрын байқалмаған белгілер мен символдарды іздей бастайды. Теңіз дәстүрі. Титаник өзінің алғашқы әрі соңғы сапарына аттануға дайындалған сол шуақты күні айлақта бұрын соңды болмағандай өте көп адамдар жиналды. White Star Line компаниясы әдеттегі дәстүрлерінен ауытқып, жаңа кемесіне шомылдыру рәсімін өткізуді ұйғарды. Бұл теңіз кемелері үшін ғасырлар бойы міндетті болып саналған салт еді. Яғни кеме сапарға шықпас бұрын бортына бөтелке лақтырып сындыруы тиіс. Титаниктің бортына компания өкілі шығып, қолына қымбат шампан бөтелкесін алды. Бөтелке көкке ұшқанда бұл көріністі жұрт үнсіз тамашалап тұрды. Лақтырылған шампан бөтелкесі кеменің темір қабырғасына тиіп, жарылмай бүтін күйде қалды. Мұны көрген ел жұрт және кемедегі матростар бір-біріне қарап, сыбырласып бастарын шайқады. Өйткені ескі теңіз аңыздары бойынша, егер кеменің сапарға шығу рәсімі кезінде бөтелке кемеге тиіп жарылмай қалса, сол кеменің су бетінде ауыр қиындықтарға тап болатындығы айтылған. Алайда кеме иелері бұл жағдайды елеусіз қалдырып, оны тек жай ғана түсінбеушілік деп есептей салды. Сол сәтте бұл ұсақ түйек нәрсе алдағы апаттың қасіретті нышандарының біріне айналатынын ешкім білген жоқ еді. Мистикалық жағдайлар. Титаникті зерттеу кезінде кемедегі біраз заттар судың бетіне шығарылды. Тазалау жұмыстары жүргізілді және заттар барынша өз қалпына келтірілді. Титаникке арнап ашылған мұражайға су астынан шығарылған көптеген заттар әкелінді. Сол сәттен бастап мұражай жұмысшылары бір түрлі мистикалық жағдайларға тап болды. Мысалы, Титаник кемесінен келген үлкен айналарда түнде адамдардың елес бейнелері көрінген. Елестердің үстінде 20 ғасырдың киімдері болған. Мұражайдың жұмыс уақыты бітіп, жұмысшылардың барлығы үйлеріне қайтқан кезде мекеменің дәліздерінде белгісіз бір адамның қараңғы сұлбасын күзет қызметкері байқап қалған. Бәлкім жұмысшылардың бірі қалып кеткен болар деп, күзетші ол кісіге үйіне қайтуын сұрайды. Алайда ол елес адам оған жауап қайтармай, дәліздің қабырғасына дереу кіріп кетеді. Күзетші сол қабырғаның қасындағы есікті ашқан кезде бөлмеде ешкім болмады. Аңыздар бойынша бұл елестері Титаник апатында қайтыс болған адамдар. Жандары тыныштық таппай, сол кемеге және ішіндегі заттарға мәңгі байланып қалған деседі. Әрине, сіз мұның бәріне сенбеуіңіз мүмкін. Титаник апаты ол жай ғана кездейсоқ оқыс оқиға деп санайтында шығарсыз. Бірақ барлығы айдан анық болып көргенімен, бұл оқиғада күдікті түсініксіз сұрақтар өте көп. Мысалы, неліктен Титаникте кеменің бағыты бойынша алысқа жарық түсіретін қуатты прожектор болмады? Неге алға қараушыларда тіпті дүрбіде болмады? Не үшін капитан айсберг кеменің бүйірін тіліп өткеннен кейін орташа алға командасын беріп, Титаниктің құрдымға кету сәтін тездетті? Өйткені орташа жылдамдықпен жүргенде кеменің трюмдерінде су қауіпті түрде тез тола бастады ғой. Неліктен радистер SOS сигналын тым кеш бере бастады? Неліктен капитан осы SOS сигналын беруге бұйрық берудің орнына Американың ең бай адамы Джон Джейкоб Астердің люкс каютасына асығып, оған барлық жолаушылардан бұрын құтқару қайығына отыруға дайындалу қажеттігін хабарлайды? Сонымен қатар тарихшылардың айтуынша Титаниктің кемесінде барлығы 20 құтқару қайығы болған. Бұл қайықтар тек 1178 адамға арналған. Ал кеме бортында 1316 жолаушы мен 885 экипаж мүшесі болған. Оның үстіне Титаник 3300 жолаушыны сыйдыруға есептелген. Оқиғаның тағы бір нұсқасы, ол Титаник кемесінің иесі White Star Line компаниясының кемені сақтандыру барысында құпия келісім арқылы қулық жасағаны. Титаникке капитан лауазымына Эдвард Смит есімді кісіні тағайындайды. Эдвард өзінің кәсіби жолында 4 рет кеме апатын басынан кешкен. Осыдан 1 жыл бұрын Олимпик кемесі апатқа ұшырағанда аман қалған адамдардың бірі. Ол туралы әртүрлі қауесеттер тараған.
Біреулер оны жасы үлкен, теңізде талайды көрген, тәжірибесі мол капитан деп есептесе, біреулер оны күмәнді тарихы бар теңізші ретінде таныған. Титаник иелері капитан Эдвардқа кемені қасақана және күмәнді болмайтын етіп батыруын тапсырған деседі. Өйткені Титаниктің сақтандыру сомасы $1 миллион жуық болған. Ал ол заманда бұл тіпті аса көп ақша. Кемедегі экипаж мүшелерінің айтуынша, Титаник суға батып бара жатқанда капитан Эдвардтың әрекеттері түсініксіз біртүрлі болды. Өзі осында кемеде болғанымен, ойы басқа жақта болғандай көрінді. Кеме бортындағы сұмдық дүрбелеңнің салдарынан капитанның тағдыры не болғанын ешкім білмейді. Алайда бұл нұсқа шындыққа үлеспейді деген ой пікірлер де бар. Титаник иелері сақтандырудан алатын ақшасы кемеге жаратқан шығындарынан әлде қайда аз. Мұның бәрі ресми құжаттарда тіркелген және Титаник апаты бойынша сот процесінде дәлел ретінде ұсынылған. Оған қоса кемеде қайтыс болған жолаушылардың компанияға деген шағымдары, материалдық шығындар, жоғалған сенімділік және компанияның беделіне деген үлкен абыройлық зиян. Осының бәрін ескере отыра, кемені қасақана суға батыру нұсқасы мүлдем ақылға қонымсыз деседі. Дегенімен, Титаник лайнерінің оқиғасы әлі күнге дейін түрлі жұмбақтарға толы. Мүмкін кеме өзінің шынайы оқиғасын өзімен бірге мәңгілікке су астына ала кеткен болар.